осы дәрежеге әкелген анасы Фаридаға сөз берді. Бауырында абайлап дүниеға келдім. Басына күн түссе саяман болдым. Бақтың тілеп түнгі ұйқысыз көкердім. Бүгін Ожар айтылғанда қызымызға ағажан, көзімізге жасар біле, мажан. Неге бүгін Фарида міне әдіралы перзентіңіз, бүгін міне ел халықтың, туған туысқандардың сіздің ақ-батияңызды алып, шын үйіне ұзатылу алдында тұрды. Әрбір қыз бала шаңыраққа ананың мейірманы болады, сыйласы болады, досы болады. Міне осы қызымызды қанатыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, оқулар оқытып осы дәрежеге әкелдіңіз. Енді міне қызымызды өзге шаңыраққа, яғни күйеуіңізге аманат етер екенбіз, көзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ-батияңызды беріп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Рахмет, анасының көзінен келіп атырған бұл жастар әлбетте қуаныш жастары, ешбір ата-анаға аңсап емес, ұзаққа жеген жанында сақтаған перзентін өзге шаңыраққа құю. Қыз баланың қызметі сол басында, қаламайды әке-шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар арасында, қыз ұзату қиын екен анаға. Үйдің жарасыды көз заңы маралы, жат жерлерге келін болып барады, әкең байғыз көзін жасап қалады, қыз ұзату қиын екен атаға. Неге бүгін Умида сыңлы балалық пенен туған шаңырақ пенен қоштасып, бүгіннен бастап шын өмірге қадам тастайсың. Әрбір шаңырақта қыз баланың арзу арманы бұл өз сүйгеніне қосылу. Бүгін міне ата-анаңыз сіздің арманыңызды орындап отырған екен. Барған шаңырағында сол шаңырақтың босағасын оң аяғымен атлап, қоңырат ел атынан бір жақсы тойларды сол шаңыраққа жақсы ол перзенттер, қыз перзенттер әкеліп беретін бір керемет болмасын. Міне бүгін тұрмыс арқылы ұзақ жолға қадам тастар екенсең, тұрмыстың ойлы қырлы соқпақтары болады. Сол соқпақтарына сүріліп бөгету үшін шаңырақта әйел адам шыдамды болу керек. Ал Умида сіңлем барған шаңырағында сізге сабыр тілейміз. Бүгін міне ата-анаңыз ел халықты жинап сізге қошайлар айттырып той беріп жатырды. Соның үшін барған жерінде ата-анаңды қандай көретұғын болса, қайын ата қайын-енеңді сондай көресің. Сол уақытта сол шаңырақта еш уақытта ата-анаңды сағынбай, соларға сүйеніп жасарсың. Міне енді күйеу баламыз сізге айтарымыз, анасы Фарида Умида қызымызды ұзаққа жеген, қанатыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, осы дәрежеге әкелді. Қызымызды сізге аманат етер екенбіз, қызымыз ұзаққа дейін әкесіне әмде аға-інілеріне сүйеніп жасап келді. Ендігі жағында сүйенген асқар тауы сіз боласыз. Соның үшін екеуіңіз өмірде ауызбіршілігі болып сабырлы болсаңыз, не бір бәлен шыңларға жетесіз. Міне ата-аналары сізге арнап тойлар беріп жатырды. Екі жақтың ата-аналары осы жастарымызды қолдап қуатлап, үлкен шаңырақ болуға әрекет етеміз. Мінекей Умида сіңлім бүгін міне туған шаңырақпенен ата үйіменен қоштасып, шын үйіне ұзату уақытын келді. Әрбір қыз бала барған шаңырақта тастай батып, судай сіңіп, сол шаңырақта өлім өсу керек. Сол жерде енді жақсыңды асырып, жаманыңды жасыратұғын бұл қайын-ене болады. Қайын-ене сенің екінші анаң. Соғықтан деген ата-анаң саған тәрбиеларын берді, не білгенін үйретті. Фарида анамыздың берген тәрбиясын барған шаңырағында қызықтықпенен көрсетпейсің. Міне бүгін туған туысқандар, ата-анаңыз, үлкен аналарымыз сізге ақ пәтерлер беріп жатырды. Қолдарынан келгенін жиып сауға саламларын беріп жатыр. Сауға саламларын күйеу баламыз менен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланасыз.
қызыңызды қорғап көзінен жас ақтырмау енді сіздің қолыңызда. Сізге айтарым, ер азамат өмірде 3 нәрседен ажыраспау керек. Бірінші бұл кәсіп таңдаудан, ал екінші жолдас таңдаудан, ал үшінші болса өмірлік жолдас таңдаудан адаспаған болмайсыз. Сол уақытта ер азаматтың жолы ұлы болып, шаңырақта орны белгілі болады. Ал Үмида сіңлім барған шаңырағында бірінші болып қайната қайненеңді сыйлап білгесің, ал онан соң өмірлік жолдасыңды сыйла. Міне ата-анамның шаңырағына келетін болса, күйеу баламыздың рұқсаты менен осы үйге келіп кетпейсің. Еш уақытта ата үйіне жалғыз келмей, күйеу баламыз менен бірге келгейсің. Хаужарлар менен ұзатылу бұл әрбір қыз баланың арманы. Бүгін міне әкеңіз Шарапат ағамыз әнде Үмида Фарида менен сіздің тілегіңізді орындап жатыр екен. Сол шаңырақта тастай батыр су десіңіп, оқыған оқуымыздың наны қалың болып, күйеу баламыз менен бірге сол наларды жөнесіп етсін деп қаламыз. Ата-аналарымыздың етектері ұл қыздарға толсын дейміз. Ендігі нәубет қызымызға арналған Хаужар Қосырға беріледі. Хаужар Қосыр уақытында міне осы жерде Жасылкен анамыз, сіздің әжеңіз Зағима анамыздың жолын берсін дейміз, және де Дайыр апаңыз, Гүлзира апаларымыздың жолын сіздерге берсін деп қаламыз. Осы аналарымыздың қызымыздың маңдайынан сүйеміз, соңынан туған туысқандар, қызымыздың достары, қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Үмида қызымызды күйеу баламыз
баламызға аманат етіп тапсырамыз. Ал егер балаңыз бүгін ата-анасы туысқандарын тасқан, сіз менен бір өмірі тұрмыс арқылы ұзақ жолға қадам жасауда. Соның үшін ендігі шағында қызымызды қолдап қуаттап, бақытты тұрмыс кешіру енді сіздердің қолыңызда. Kızımız bana yerinde ölüp ölsün, bakma şarkılardan biri olsun.